Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Бүгін сіздермен өте дәмі ерекше зебра пирогын дайындайтын боламыз. Бұл пирогты кез келген адамның қолынан келеді. Өте оңай жасау жолы және бірінші жасағаннан да дәмді шығады. Ал ендеше бастаймыз. Таза бір ыдысқа 3 жұмыртқа жарамыз. Жарты стакан қант салып араластырамыз. Қантымыз еруі қажет. Миксермен араластырсаңыздар болады, немесе қолмен араластырыңыздар. Қант міндетті түрде еруі қажет. Жарты стакан сүт құямыз үстіне. 30-40 мл сұйық майымызды салып араластырамыз. Бөлек бір ыдысқа ұн салып, оның үстіне 4 немесе 5 грамм қопсытқыш салып араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздап салып араластырамыз. Бірден салуға болмайды. Кішкене аз-аздан салып араластырып отырамыз. Біздің пирог зебра пирогы болғандықтан массамызды екіге бөлеміз. Бір массамызға какао араластырамыз, 20 немесе 30 грамм. Мінекей бөлек бір массамызға какао салып араластырдық. Ал енді формамызды дайындаймыз. Формамызға ақ масса мен қоңыр массаны кезекпен құямыз. Мінекей бірінші ақ массаны құйдым. Енді келесі шоколад массаны құятын боламыз. Кезекпен рет-ретімен құйып отырамыз. Ақ қоңыр етіп. Сонда пирогымыз зебра түсті болады. Егер де пирогыңыз көтерілмейді деп қорықсаңыз, үстіне фольга жауып, бірнеше тесікке бөліп, 20-25 минут 180 градуста пісірсеңіз болады. Одан кейін фольганы алып, 10-15 минут тағы да пісіресіз. Ал мен болса фольгасыз пісіремін. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан 180 градус пеште 30-40 минут пісіретін боламын. Мінекей пирогым дайын болды. Пирогымыз өте жұмсақ және зебра түсті болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге Гүлхан Мырзатайқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып отырыңыздар.